Al, biz бастаймыз. Ема, YouTube болып тұр ғой. Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, жақсыздар ма? Ойбай, бүгін біз керемет жерге келдік деген. Келе салысынан масқара патолог болып жатыр. Бүгін негізі өтте ерекше влог болайын деп тұр. Оның себебін қазіргі алдағы уақытта айтатын боламын, Бірінші кірместен бастап көрсетейін ба, или қызықты, или қазір көрсете салайыншы, мейлі. Жарайды. Мынау енді патолог қой, мынау не деген? Ойбай, ай. Кәне астында не бар екен подвалда? Подвалда неше тұр? Ассалаумағалейкум, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Ассалаумағалейкум. Ренжімеңдер, камерамен кіріп келген бір түрлі қалсың. Бөлме кіріп араласам бола ма? Біреу тұстап алмаймыз астынан. Ақ зор екен, бөлмелері көп екен. Остров бар ғой, жеке Кореядан бөлек мемлекет болып тұрған островта жасап отыр, короче. Патолог. Туаңмен бағлан. Төбесінде не бар екен, бір қарап өтейік. Адамның миын айналдырып тастайтын нәрсе ғой. Светтерін бит-бит жақып қойық. Мән қараңыздаршы, ойбай, неқті бильярд бар ғой, не дейді? Футбол бар ғой, неқті футбол. Керемет. Патолог, маған мен 10 деген баға бердім. Туалет дейсің ба, туалет бәрі бар ғой шіркен. Душа. Туалет, шілейін туалет сүріп кетпейін, жаным енді. Теннисный стол. Нерде батут бар екен. Құда қалса мен де туған күн жасайын достар. На батутқа мен қазір секірем. Шамал, бір бәле қырт ете қалды, омыртқам үзілген сияқты олай бай. Ал біз ары қарай кеттік. Батуты бар екен, бір рет секірдік, бір рет домалап құлап алдық. Астында осындай керемет оформлениемен Happy Birthday деп жазылған. Жақта да екі бір бөлмесі бар екен. Қызық негізі даладан басталып жатыр ғой. Келіп жатқан қонақтарымызда аппаратурамен кәдімгідей жестко дайындалған енді. Мынау зданияның сыртын енді сіздерге көрсете кетейін. Йоло 188 адрес. Келем десеңіздер осы адресте боламыз. Наяқта енді бүкіл зданияға қарасаңыздар дәл осындай керемет көрініспен жасалынған. Ар жақта қараңыздар, не деген ғимараттар. Наяқтағылар енді бір неде жасалынған екен, стилде. Наяқтағы әр түрлі стилде жасалынған. Енді бұл жақтың ерекшелігі сондай керемет. Мен енді бұндай зданияларда бірінші рет болдым деп айтпаймын, бірақ туған күнде осындай бір ғимаратта жасау деген ол былай айтқанда әрбір қазақтың басын осындай бір жерде қосу ол үлкен мәртебе. Сол себепті бүгінгі влогымызды құрметті достар барынша бағалап, соңына дейін қарап, лайктарыңыз басып, комментарияларыңыз жазып, қолдау білдіріп кетіңіздер. Бош енді. Ема, YouTube болып тұр ғой, YouTube болып тұр ғой. YouTube болып тұр ғой. Жестко видео болып тұр. Ема, бәрі қарады. Қарамастықтан кретіп пісті тұр. Сүй жешкен. Біргел. Мінеке, колонкамен әдеміліп жігіттер ғой, керемет. Достар бәрі шок болып тұр. Еманы покрышпадан шок болып тұр. Шок болады ғой. Жестко көрмеген болайшы. Болды ғой. Рейқане достар, махаббат үшін Өзің күнге жет алмаған жан дос. Туған күні басталмай жатыр, ішіп алған ол. Шамал перегар бар, базар жоқ деп қойсын қалсында отырмын. Базар жоқ, короче, әңгіме жоқ. Риза болдым. Қош келдіңіздер, қош келдіңіздер. Дос болсаң айтшы құрбың қайарына мен ағайын. Жүрегіне үміт оты жағайын, қайарудың жүрегі. Палаткада болатын тойлар болса да бұрын атмосферасы бөлекше. Сондай болып тұр да, өзіме ұнап тұр ондай. Қарасаң жемей-ақ тоя беретін дастархандар болады ғой. Старт деп айтасыздар ғой, келем. Бүгінгі қуаныштың ерекшелігі жалпы мынау үлкен кісілерден бөлек, жастардан бөлек осындай кішкентай бүлдіршіндер де бар. Жаным үшін. Атың кім?
Атың кім? Атың кім? Қандай қыды? Примерно мен санауым бойынша бір 3-4 ма, 4-5 бар, короче, ше. Айт. Абдулан оқырмандарыңызға сәлем барыңызға. Бізде бүгін Кореяда керемет пати болайын деп жатыр. Хош. Иә. Камера қарап, просто күле бергім келіп тұр. Просто камераны жақсы көремін ғой мен. Білемін, мені де жақсы көретіндеріңізді. Ойпа. Қызыл жол табақта, ай, жіңішке. Достар, баршаларыңызға қайырлы кеш. Бізде бүгін Кореяда керемет туған күн болып жатыр, Абдулла. Жөн айтасың. Бұл туған күн ерекше жерде болып жатыр. Что, как думаешь, как пройдет мероприятие? Отақ тұр. Подожди. Мен қызық жауап берейінші. Давай. Туған күн қандай деңгейде өтеді деп ойлайсың? Кімнің туған күні деген ұмытып кеттің ба? Бүгін Бағланның туған күні, барлық қазақ достарын шақырып, керемет туған күн жасап жатыр. Бүкіл Кореяда қанша адам қазақтар. болады, не болады, айтып жіберші. Күшті деңгейде өтетін ойлаймын. Надеюсь, негізінде 50 адам болады, бірақ 80 адам шақырамын деп. Бүгін вторник. Сиямыз ба, бәріміз? Смело ғой. Көмектесе Смело сиямыз. Оннан неше балл қоясың, неше деңгейде өтеді? Именно неге? 10-нан 100 ғой. Все, давай. 10-нан 100. Удачи. Мен атымнан 200 саған. Бат билей бер енді. Ал енді осы қызымыздың туған күні енді кереметті деңгейде өткізуге сізбен біз болып атсалысайық. Сіздерден жақсы қолдау күтеміз. Каналға жазылып, тіркеліп, лайктарыңыз бас, комментарийларыңызды міндетті түрде қалдырып, бізді қолдап кетіңіздер. Рахмет. Сәлем, қалайсыңдар, достар? Бізде бүгін осындай керемет туған күн болып жатыр. Посмотрите, сколько здесь народу. Покажи. Вот ана жақта бізде именинница бар. В общем, өте керемет атмосфера болып жатыр. Қараңыздаршы, қандай дастархан мына жерде. Прям көрініп тұр бәрін қолдан жасағандарын. Даже бауырсақтың өзін қолдан жасаған. Вкусно. Там у нас сидит тойды жүргізетін тамада. А здесь сидит у нас Раджан. Раджан, привет. Привет. Қанша ақша алып келдің десе? Автопатиға барасың ба? Автопатиға барам. Шақырды. Осы жолы қанша бердің? Осы жолы Айтпайсың ба даже? жоқ айттым. Ақшамды айтқым келмейді деп қоясың ба? Біреудің ақшасын санауға болмайды. Біреудің ақшасын санауға болмайды. Өзімдікін алып келдім. Ел беріп жатқан, ел жұрт беріп жатқан. Подаркымды алып келдім. Айдана, привет. Ал, бақыт дегенде өзі бүгінгі қуаныш иесі, туған күн иесі деп шақырған кезде, енді мына жер тар болса да, кең көңілімізді, пейілімізді білдіріп, бәріміз орнымыздан барынша тұрайық, Бүгінгі туған күн иесінің құрмет қошеметпен қарсы аламыз қанеке. Жек жаттарым ай, жек жат болып ауылыма кеп жатқаның ай. Жоқ, тұрып тұра берсінші, мен жанымда кішкене группа поддержка болып. Кішкене әшейін бір 1-2 минут қой. О деп тұрсам, мен ары қарай өзім жаным. Қасыңда қаламын, қайтсем де, өзіңмен бақытты болып. Қирасыш? Таудай. Тау. Радуга ол не ол? Кемпір болсақ. Кімге ұқсайды дейікші? Кімге? Тағы неге ұқсатып атып братан? Сырты көп. Тағы қандай вариант бар қыздар? Доктордың неше түрлісі айтылды? Доктор Кимді айтылды, Джеймсті айтылды. Өз айтсын ба или табамыз ба қыздар? Бәр жақын деген подружкаларым, бір сенің косметикаң білмей отыр да, біреу шығып Миша десе, би де болады. Маңғырып күле береді мына кісі. Есімде ма, әсем гүлі көктемнен, сыңғырға қан таудың ерке бұлағы. Қызық деді өзіңменен өткен күн, көз алдымда сол қалпында тұр әлі. Жалын кешкен, жанымды ескен. Бүгін, сенің туған күнің. Жібер аттың.
Ал енді құрметті достар, түрме мән бермеңіздер. Кішігірім болса да бір шаршаңқырап тұрмын, көзімде айтып тұрған шығар. Енді бүгінгі керемет кештің бас кейіпкеріне бүйтіп қаратып, енді отзыв сұрайық. Ал. Достар, бүгінгі кешке келген қонақтарға мың да бір рахмет. Это просто мына вайбты жеткізу мүмкін емес. Өте прям күшті болды, сондай қуанып тұрмын. Қонақтар барлықтарыңызға рахмет. 50 адам жиналдық, 50-дің үстінде примерно. Прям күшті, әркімнің өзі вайбтарын таба алды. Енді шынаяқта прям күшті болды. Анаяқта домбыра, анаяқта күй, анаяқта би, анаяқта бассейн, анаяқта енді вообще күшті болды. До такой себе энергиям тасып тұр ғой. Мен бір күн ұйықтамасам да энергиям тасып жатыр, вообще бомба. Дерзко болды. Рахмет. Барлығы менің інім Абдулланың арқасында. Осы Абдулла болмаса, осы менің туған күнімді кім мықты қылып не өтетінін мен білмеймін бар ғой. Абдулла, сен number one'сың. Рахмет жаным сол. Корея? Әлемде, братан. Аратжан, сен бола ма? Привет, қалайсыңдар? Бүгін туған күн қалай өтті? Бүгін туған күн күшті өтіп жатыр, әлі жартысы ғана, әлі дальше ойнаймыз. Қандай нәрсесімен қызық болды саған туған күн? Жаңа адамдармен, жаңа достармен таныстым. Бір серік қалдық жұмыстан. Главное, өте ұнады маған. Өзім мақтанып қайыншы деп па? Мен туралы бір топ 5 сөз айтшы. Сен өте жақсы адамсың, ақылдысың, және де жаны ашырсың, жаныңдегі адамдарға мотивация бересің. Әрқашанда көңілді боласың, және біз сені сыйлаймыз. Біз сол үшін сенің қасында қызықшылықтың тамыз. Рахмет. Көріңіздер достар, мына жатыр. Ал, тағы да қайырлы кеш бауырым. Жалпы бүгінгі кеш қалай өтті, көңілінен шықты ма, біздің қызмет қалай болды, жалпы бүгінгі туған күн қандай деңгейде болды, өзің бір ауыз сөз. Кореяда жүріп бір кішігірім Қазақстанға қайтып келгендей болып қалдым да өзім кішкене. Домбыра, жан-жақ домбыра отыра естіп отқан шығарсыздар. Көмені естіп қойын. Отырыс жақсы өтіп жатыр. Спокойно, цивильно, культурно. Ту сұрап отыр. Туған күн өте керемет өтіп жатыр. Бұған бір себеп біздің Абдулла бауырымыз өте керемет деңгейде жүргізіп жатыр. Туған күнді өткізу несі деңгейі өте жоғары. Көңіл күйден шықты, иә брат? Өзі Кореяға енді келген ғой негізі. Иә, келгенде бір жыл болған жоқ шығар. Бірақ бүкіл тойларда қатысып отыр, байқап Иә, байқадым. TikTok'та ректен шықпайтын, тойда жарып жүретін осы жігіт. Красавчик, ризамыз. Бахош, туған күнің құтты болсын. Есіміңіз? Әсел, Рысбек. Анан алдына қаратып қойсаңыз. Алдыма қаратып, өзіме қаратайын ба? Өзіңізге қаратсаңызшы. Яқта қанша адам отыр мысалы? Ой, қазір көп адам отқан жоқ. Сонда да қанша адам отса да енді барынша сізден керемет отзыв болсын деген ойдамын. Баршаларыңызға қайырлы кеш, құрметті дәл осы эфирде отқан жандар. Жалпы бүгінгі кеш сіздің ойыңыздан қандай деңгейде өтті? Жалпы біздің жасаған қызмет қалай болды? Өзіңіздің ой пікіріңізді айта кетсеңіз. Бүгінгі кеш өте керемет өтті. Саған көп рахмет, өте күшті жүргізе білдің. Әндерің бәрі керемет, бәрі күшті өтті, күшті деңгейде деп айтуға болады. Маған өте қатты ұнады. Үйленіп атқан жастарға не дейсіз? Сізді айтамын, предлагать етем. Бай Абдулла деген міне жігіт, керемет жігіт. Кореяда кім үйлену той жасаса, или туған күн жасаса, осы баланы шақырамыз. Өздеріңізде көрдіңіздер, жаңа көрсеттім видеосын, өлең айтып атқан өте күшті жігіт. Сұрап жаттыңыздар даже атын, тіркеліп кетсеңіздер болады. Instagram Бай Абдулла, TikTok Бай Абдулла, YouTube Бай Абдулла. Бай, нежіне правил Абдулла десеңіздер шыға берем ғой, короче. Рахмет сіздің ой пікіріңізге. Рахмет. Келесіңді қойсың. Бахошевке туған күніңізбен. Жалпы көңіл күй өте керемет. Қазақстан еске түсіп отыр шынымен. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Ең біріншіден бүгінгі Бахош қарындасында келіп жеткен, Алланың қалауымен жеткен туған күнімен құттықтаймыз. Бахошқа зор денсаулық. Тек қана алға қойған мақсаттары орындалып, тек қана бақытты болған қалаймыз. Абдулла бауырым, саған алғыс айтамыз. Красавчик, өз деңгейінде жүргіздің. Бүгінгі туған күнімізді той сияқты өткізгеніңе саған Алла разы болсын. Ең біріншіден осы кейпінен таймай, тек қана биіктерден көріне бер. Алға қойған мақсаттарың, істерің берекелі болсын. Красавчик. Басқа не айту керек тағы да. Дауытыра қалатын, Азанғайдың қалатын бауырларға айтарым. Тыныш, әдемі, спокойно, аман есен үйлеріңе жету нәсіп етсін. Біз осымен қоштасамыз. Жақсы сау болыңыздар. Негізі бүгінгі кеш өте керемет өтті. 100% ұнады деп айта аламын. Дайындық, жиналған адамдар, олардың
әр адамның өзінің көрсетілген өнері, дастархан. Өзімді Қазақстандағыдай сезініп отырмын. Қазақша өлеңдер айтылды, би биледік, ойын ойнадық, домбырамен күй тартылды, соны да естідік. Бағланға үлкен рахмет. Бүгінгі осындай туған күнге бізді шақырып, жинап, осындай керемет кеш өткізгеніне. Айта алмаймын ғой, сөзім жетпейді ғой. Маған шын сіздің даусыңыз да, күй тартқаныңыз да өте ұнады. Өте көп ән біледі екенсіз. Ол бір үлкен қасиет, өйткені көбісі сөздер білмейді, немесе күй білмейді, бірақ сіз көп күйді де, өлеңді де біледі екенсіз. Қосылып бірге айттық. Өзіңнің әпкеңнің туған күні қалай өтті? Сіздердің қызмет өте керемет болды. 1,5 сағат тоқтамай сөйледім ба? Короче, шаршамайтын жігіт екен, молодец, прям күшті өтті, енді прям даже отзыв сөзім жетпей жатыр да такой степени толқып отырмын. Мен кішкене шаршап қалдым, ана жақта азаннан бері жүрдім да, сосын қазір уже энергиям бітіп жатыр. А так вообще бәрі күшті, керемет. Сіздерге де, бізге де, қонақтарға да, сол барлықтарыңызға пока. Осылай бітіре салсам ба? Болды, осылай осы жерінен келсем. Кеттім. Ал енді құрметті достар, баршаларыңыз көрдіңіздер, байқадыңыздар. Бүгінгі кеш сондай өзінің деңгейінен биік деңгейде өтті деген ойдамын. Қолымыздан келгенше бүгінгі кешімізді атқарып өттік. Енді өзім шыны керек, біраз шаршап қалдым, біраз энергия төгілді. Не дегенмен, бұл энергияның үлкен бір қайтары бар. Өйткені осындай халық, осындай көрермендер барынша осындай отзывтарын берген жағдайда сондай бағана шаршағанның бәрін ұмытып кетеді екенсің да. Сол себепті сізді де жақсы көрем. Өйткені сіз дәл осы влогты соңына дейін қарап, барынша тілеулес болып көріп отқаныңызға Алла разы болсын. Ал баршаларыңызға рахмет. Сау саламатта болыңыздар. Бүгінгі осымен влогымыз аяқталды.